саламатсыздар ма? Ұлағат білім ордасының оқушысы, 9-шы сынып оқушылары Баяқожан. Бүгін ғылыми жобаның тақырыбы ғарыштың ұшу кезінде пайда болатын зиянды факторлар мен ғарышкердің ағзасындағы әсері. Жетекшісі Жұмағұл Шынар Абдуллақызы. Бірінші тарау. Ғарышкер ұшу кезінде пайда болатын факторлар. Екінші тарау. Ғарыштық ұшу кезінде пайда болатын зиянды факторлардың алдын алу жолдары. Ғылыми жоба тақырыбында өзектілігі. Ғарыштық ұшу кезінде пайда болатын факторлар ғарышкердің ағзасындағы жердегіден өзгеше әсер етуі. Аталған факторларға байланысты ғарышкерлердің ұшу кезінде тиісті шаралар мен талаптардың орындауы. Ғарышкер мамандығының басқа мамандықтарға қарағанда күрделілігі. Ғылыми жоба жұмысының мақсаты ғарыштық ұшу кезінде пайда болатын негізгі факторлардың анықтап және олардың ғарышкер ағзасына тигізетін әсерін айқындап теориялық талдау жасау. Жұмыс мақсатына жету үшін мына төмендегі міндеттерді шешу қажет деп есептейміз. Ғарыштық ұшу кезінде пайда болатын физикалық, химиялық құбылыстарын анықтау. Ғарыштық ұшу кезінде пайда болатын факторлардың зерттеу. Ғарышкерлерге ұшу кезінде қойылатын талаптар мен міндеттер анықтау. Бірінші, ғарышқа ұшу әсер ететін негізгі факторлар. Ғарыштық ұшу кезінде пайда болатын факторлардың биологиялық әсері. Бірінші топқа аса төмен дәрежелі барометрлік қысым, ғарыштық сәуле, метеор қауіпі, температура, атмосфералық ұшу жоқтығы. Екінші топқа ұшу, діріл, үдеу, салмақсыздық болуы. Үшінші топқа ұзақ оқшаулану, кабина, микроклиматы, экипаж мүшелерінің арасындағы психологиялық үйлесімдердің тәуелдігі, периодикалық өзгерісі. Барометрлік қысым, ғарышкердің ағзасындағы әсері. Төменгі барометрлік қысым, ғарышкердің ағзасындағы әсері қарастырылды. Ғарышкер сәулелердің және олардың әсерлері. Метеоденелердің табиғи және олардың ғарыштық ұшу ағзаға әсері. Діріл, шу, үдеу, салмақсыздық пайда болуы және олардың ғарышкер ағзасындағы әсерлері. Екінші тарау. Ғарышқа ұшу кезінде пайда болатын зиянды факторлар қорғаныс құралдары. Метеордың қорғану үшін ғарышкер үлкен қауіпті төндіретін нәрсе мәселе метеордың салғылыс кабинасы. Екінші, ғарышкерлерге қойылатын негізгі талаптар. Ғарышкер жоғары білімді болуы қажет. Инженер немесе ұшқын мамандық бойынша еңбек өтілі 3 жыл, салмағы 50-90 кг болуы қажет. Екінші, ғарышкер пайда болатын қасиеттер болуы қажет. Жоғары білімді маман болуы, жұмыс жауапкершілігі, қарау, экипаж мүшелерінің үйлесімді болуы. Және де осындай жаңадан